Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сіздермен бірге мектеп подкастының алғашқы шығарылымы. Мен Жамбыл қызы Айбике бірнеше жыл бойы Айбике әлем атты YouTube арнасын жүргізіп, түрлі тақырыпта сұхбат алып, ой бөлісіп көрдім. Адамдармен сөйлесу, сұрақ қою, олардың ойы мен тәжірибесін тыңдау мен үшін әрдайым қызықты болып қала береді. Сол қызығушылығымды мектеп подкасты арқылы жалғастырып отырмын. Бүгінгі подкастымыз әр адамның жүрегіне ерекше орын алатын алғашқы ұстазға арналған. Бүгін біз менің алғашқы ұстазым Малтабаевна Нұрипа Тоғайбайқызымен сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Айбике, рахмет. Менің алғашқы сұрағым, алғашқы ұстаз болу сіз үшін нені білдіреді? Алғашқы ұстаз баланың бойына ең бірінші қандай қасиетті қалыптастыру керек деп ойлайсыз? Алғашқы ұстаз, өзің айтқандай, Айбике, ол әр адамның жүрегінен орын алатын ұстаз. Неге? Себебі алғаш мектеп табалдырығын аттағалы шәкірттің бойында қорқыныш болады. Сол қорқынышты жеңдіретін, сол қорқынышты сейілтетін, шәкірттің бойына, жүрегіне жол табатын ол алғашқы ұстазы. Мектеп деген ол керемет бір бақыттың, мейірім мен шапағаттың ортасы екенін сездіретін де алғашқы ұстаз болып табылады. Алғаш мектеп табалдырығын аттаған шәкірттің бойына сенім ұялататында, мейірім құятында, оның жүрегіне жол табатында алғашқы ұстазы. Сондықтан да алғашқы ұстаз ол ұмытылмайды және әрбір жанның жүрегінде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Расында бала үшін мектепке алғашқы қадам ол өте маңызды. Келесі сұрақ, баланың жүрегіне жол табу үшін ең бастысы не деп ойлайсыз? Әрине, баланың жүрегіне жол табу үшін мұғалім ең бірінші баланы жақсы көру керек, баланың жүрегіне қатты зіл бермейтін, сыза түсірмейтін, сондай мейірімді ол екінші анасы, ол ұстазы деп ойлаймын. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір шәкірттің жүрегіне жол табу, ол бала мектепке бір ерекше үмітпен келеді. Оның әрбір орындаған тапсырмасына мұғалім оған талабына үміт отын жағатындай, оның мүмкін минус жақтары көп болуы мүмкін, ол қателесуі мүмкін. Сол қателескен жерінде балаға демеу болатында ұстазы деп ойлаймын. Сондықтан да алғашқы ұстаз әрбір жүрекке, әрбір шәкірттің жүрегіне жылумен қатар сенім ұялататын, сонымен қатар оған медеу болатын және күнделікті әрбір ісіне кері байланыс беріп, соны жақсы жағына демеп алып шығатын да ұстаз деп ойлаймын мен. Сол себептен ұстаздың орны ерекше, шәкіртке ұлағатты ұстаз бола білу керек. Себебі әрбір шәкірт ол жанып тұрған жұлдыз, соның жарықтауына жәрдем ететін алғашқы ұстазы. Жауабыңызға рахмет, маған да қолдау білдірген кездеріңіз есімде. Келесі қорытынды сұрағым, сіз оқушыларыңыздың жүрегіне қандай із қалдырғыңыз келеді? Әрине, әрбір оқушының жүрегінде алғашқы ұстазы із қалдырады. Ол бала есейе келе күнделікті берілген жаңа материалды, сабақты ұмытып кетуі мүмкін. Бірақ бала ұстазының айналайын деген сөзін ұмытпауы мүмкін. Ұстазының қателескен жерде кешіргенін ұмытпауы мүмкін. Ұстаз әрине балаға қолдау көрсетуші, жаңа айттым ғой. Сондықтан да әрбір осындай жүрегіне жол тапқан ұстазының әрбір жылы сәттерін бала ұмытпайды. Оны өскенде де, ересек кезінде де есіне сақтайды деп ойлаймын. Сондықтан да алғашқы ұстаздың әрбір шәкірт үшін алар орны ерекше. Айбике, мен де ойлаймын, сенің жүректеріңде мен салған іздер әлі де тұр, әлі де уақыт өте келе ол жаңғырып тұрады деп ойлаймын. Себебі ұстаздың салған ізі ол шәкірт үшін өте қымбат, ұмытылмас шақтарға толы. Бұл сөздер кез келген баланың жүрегіне жететіні анық. Осындай ұстаздар бары үлкен бақыт деп ойлаймын. Ұстаз баланың өміріне бағыт-бағдар беруші, ал алғашқы ұстаз білім шырағын жағушы. Уақыт бөліп шынайы ойыңызбен бөліскен үшін үлкен рахмет. Тыңдаған әр тыңдарманға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.